Жетісу облысында су үнемдеу технологиялары қолданылатын алқап көлемі 43.100 гектарға жетті. Оның 16.900 гектарында тамшылатып суару, ал 26.200 гектарында жаңбырлатып суару жүйесі пайдаланылады. Жылдан жылға шаруалар су үнемдеу әдісін тәжірибеден сәтті өткізіп, оң нәтижеге қол жеткізіп келеді. Бүгінгі таңда Жетісу өңірінде жалпы суармалы жердің 25% су үнемдеу технологиясымен қамтылған. Бір Ақсу ауданының өзінде 3600 гектар егістікке енгізілген. Оның 2200 гектары дискреттік, яғни полиэтилен құбырлары арқылы суарады. Бұл арзан және қолдануға жеңіл. Жетісу агрокомплекс қожалығы бұл тәсілді 2 жыл қолданып келеді. Нәтижесі жаман емес деседі. Алқаптың күтімімен суғаруға бұған дейін 20-25 адам күші қажет еткен. 1150 гектарды 5 адам тындырып отыр. Биыл жүгері алқабын 650 гектарға жеткізген. Бұған дейін 300 гектар алқапты сумен қамту қиын болған дейді. Күнбағыстың да көлемін ұлғайтыпты. 500 гектар жерге еккен. Былтырғы жыл тәжірибелік болған бұл жер. Биылдан жылдан бастап бүкіл алқабымызға біз түгелдей дискреттік суару жүйесіне өттік. Себебі бұл жұмысшыларға да, бізге де, бәріне де өте ыңғайлы. Себебі тез жұмыс атқарылады. Бұны айтқанда орташа капля тамшылатып суару жүйесіге ұқсатса болады мұны. Әркім өз шаруаларымен кеткен кезде де арықтықпен суғарған кезде қиын болады ғой, бәрібір айтқанда. Бұл жерде әр алқаптан сайын біз суды максималды түрде үнемдеуді технологиясын қарастырдық енді. Ақсу ауданы бойынша бүгінде 40 шаруашылық су үнемдеу технологиясын енгізген. Тіпті бұған дейін мүлдем игерілмеген жерлерді игеріп, суармалы жерге айналдырғандар да бар. 2022 жылдан бері 142 мың гектар жер мемлекетке қайтарылған. Оның 1300 гектары жайылымнан суармалы алқапқа ауысып отыр. Шаруалар су үнемдеу технологиясының тиімділігін түсініп отыр. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, біз жүгері егістік алқабында емес, құдды бір тоғайдың арасында жүргендейміз. Жалпы биыл агрономдар өнімнің шығымын жоғары бағалап отыр. Қазір міне жүгерінің сабағы 2 метрден асады. Ал міне жүгерінің дәні 3 ай болғанда күйі мынау. Енді 10-15 күнде толып пісіп жетіледі. Онан әрмен қарай жергілікті кәсіпорындар өткізеді, экспортқа жөнелтіледі. Ал енді өнімнің шығымының жақсы болуының басты себебінің бірі оның тұқымына байланысты емес, күтіміне, тұрақты түрде суару жүйесіне де байланысты. Жалпы мына агрономдар дискреттік су үнемдеу жүйесін жоғары бағалап отыр. Біріншіден суды 40%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді, екіншіден осылай міне өнімнің жақсы шығуына жағдай жасап отыр дейді. Сіздермен бірге болған Нұржан Қалсабаев, Жасұлан Шымкентше, Жетісу арнасы.